Бауырды тазалаудың ең керемет және де қарапайым әдісін айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар және де өз достарыңызбен бөлісуді, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Адамның бауыры өзін өзі тазартатын жалғыз ағза. Ол 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайды. Десе де, адамның күшімен тазалауды қажет ететін кездерде болады. Ол кезде емханаға немесе шипажайға баруға тура келеді. Ал егерде оған уақыт тапшы болса, кейде қаржы мүмкіндік бермейді. Осындайда бірнеше маңызды ережелерді сақтай отырып, үйде бауырыңызға көмектесе аласыз. Ең алдымен бауыр неге шлакқа толады? Осыған тоқталып өтейік. Бауырдың ең қауіпті жауы бұл алкогольді ішімдік. Оның құрамындағы этил спирті ақуыздардың синтезіне, көмірсулардың өзгеруіне және эндогендік компоненттердің жойылуына жауап беретін дене жасушаларын бұзады. Осыған байланысты бауырда созылмалы қабыну пайда болады. Кей жағдайда токсикалық улану мен дәрі-дәрмектің әсерінен де бауыр ауырады. Сонымен қатар дұрыс емес тамақтану да әсер етеді. Сіз шамадан артық тамақтансаңыз, майлы және тәтті тағамдарды жесеңіз, қарныңызды фастфудпен тойдырсаңыз, онда бауырға салмақ түседі. Одан бөлек метаболикалық бұзылулар, семіздік және вирустық аурулар да бауырға зиян екенін ескеріңіз. Отырықшы өмір салты да бауырдың жұмысын бұзатынын біле жүріңіз. Ал енді бауырдың шлакқа толғанын қалай білеміз? Егер сізде теріде проблема болса, жүрек айныса, қыжыл және кекіру мазаласа, іш қатса, ауызға ащы дәм келсе, онда сізге бауырыңызды тазалауға тура келеді. Бауырды қалай тазалаймыз? Бауырды тазарту үшін дәрігерлер дәрі-дәрмек тағайындайды, арнайы диета ұсынады. Ал егер үй жағдайында бауырды шлактан, токсиннен тазартуды таңдасаңыз, онда мына кеңестерді орындаңыз. Ең бірінші әрине бұл дұрыс тамақтану. Тамақтану мәзіріңізді қайта жасауға тура келеді. Себебі тізімдегі қуырылған, тұзды, ащы және ысталған тағамдарды, консервілерді, күшті ет сорпаларын сызып тастаңыз, яғни қатты майлы сорпаларды. Оның орнына көкөністермен, жемістермен, қышқыл сүт өнімдермен байытыңыз. Бұл тағамдар өттің ағуын жақсартады. Бауырға пайдалы азықтар тізімі. Көкөніс, оған кәді, қырыққабат түрлері, асқабақ, қояншөп пен қызанақты жатқызуға болады. Көктерден аскөк, асжапырақ, күнзе, ақжелкен. Ал цитрусты жемістерден грейпфрут, апельсин, лимон бауырға өте пайдалы. Жеміс жидектен алма, банан, құлпынай, інжір. Жармалардан кебек пен сұлы тұнбасы бауырды күшті тазалайды. Өсімдік майынан күнбағыс, зығыр, зәйтүн және жүгері майларын қолдансаңыздар болады. Сүт өнімдерінен сыр, сүзбе, йогурт, простокваша қаймақтарын қолдансаңыздар болады. Көкөніс шырындары, сәбіз, қызылша және қияр бауырға өте пайдалы. Оларды араластыруға немесе бөлек ішуге де болады. 1-2 апта бойы күніне 2-3 рет жарты стаканнан ішсеңіз бауыр тазарады. Су ішу. Бауырды тазарту үшін сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу керек. Өз салмағыңызды 30-ға көбейту арқылы бір күндік су мөлшерін есептеп шығара аласыз. Дәстүрлі медицинадан көк шай мен шөп тұнбалары керемет көмектеседі. Ал осы шөптер жиынтығынан тұнба дайындап ішетін болсаңыз, өтті айда бауырды тазалауға көмектеседі. Олар шайқурай, жалбыз, ала тікен, салау бас, бөріқарқат, қайын жапырағы және итмұрын. Су емі. Ванна мен саунада денеден токсиндерді кетіре алады. Шамадан тыс терлеу арқылы токсиндер жойылады және тесіктер жақсы тазаланады. Осылайша сіз иммундық жүйені нығайтасыз. Су емін қабылдаудан алдын жылы су немесе өт айдайтын тұнба ішіңіз. Сонда нәтижесі өзіңіз ойлағаннан да керемет болады. Физикалық белсенділік. Отырықшы өмір салты өттің тоқырауына себепші болады. Сондықтан спортпен айналысу және дене шынықтырумен айналысу маңызды. Көбірек таза ауада серуендеңіз, билеңіз, жүріңіз, жүгіріңіз.
Егер сізде үлкен салмақ болатын болса, ең алдымен жүруді әдетке айналдырыңыз. Күнделікті режим мен тыңғылықты ұйқы, тамақтану мен физикалық белсенділіктен басқа жақсы ұйқы да бауырдың саулығы үшін маңызды. Бір вақытта ұйықтауға тырысыңыз. 6 сағаттан артық ұйықтаңыз. Бауыр ұйқы кезінде белсенді жұмыс істейді. Қандағы майларды кетіреді және улы заттарды шығарады. Ерекше белсенділік түнгі сағат 1-ден 3-ке дейін жүреді. Тазалау кезеңінде Е және С дәрумендерін, сондай-ақ антиоксиданттарды қабылдау ұсынылады. Қосымша заттардың дозасы мен қолдану ұзақтығын емдеуші дәрігер ғана тағайындауы қажет. Бауырды тазартудың әдістерін қолданып көргеннен кейін сіз өзіңізді жақсы сезінесіз және терідегі өзгерістерді байқайсыз. Ал кімдерге бауырды тазалауға болмайды? Холецистит, панкреатит және гепатит кезінде бауырды тазалауға тыйым салынады. Оған қоса жүкті және емізулі әйелдерге жасауға болмайды. Дәрігерлер қызба және жүйке аурулары, қант диабеті, жұқпалы және вирустық аурулары бар адамдарға да бауырды тазалауға рұқсат етпейді. Ендеше ауруды асқындырып алудан сақ болыңыз. Бауырды қалпына келтіруге арналған диета. Диета сөзін естігенде бірден қатаң шектеулерді еске аламыз. Алайда сау адам үшін бұл әдіс жарай бермейді. Бауырды қалпына келтіруге арналған ең жақсы әдіс ақуыз, майлар мен көмірсулардың үлесі есептелінген түрлі тағамды жеу және құнарлығын бақылау. Бөліп тамақтану өттің түзілуі тоқтаусыз жүріп жатады, ал ол әдетте тамақтанған кезде бөлінеді, сондықтан аш жүруге болмайды. Тамақтану рационын 4-6 уақытқа бөлу қажет. Ал егер де сізде бауырға байланысты проблемалар асқынған жағдайда, тамақтану ережелері номер 5 немесе 5А диеталарына сәйкес анағұрлым қатаң болуы мүмкін. Ішімдіктен бас тарту, дұрыс тамақтану және денсаулығын күту бауырды қалпына келтірудің ең жақсы құралы бола алады және оның қызметін ұзақ сақтауға көмектеседі. Бауырды тазалауға көмектесетін көптеген әдіс тәсілдер бар. Алайда олардың қайсысын болмасын қолданбас бұрын дәрігермен кеңесу керегін естен шығармаңыз. Сонымен қатар, мамандардың қандай да бір препараттарды пайдалануға қатысты кеңестеріне құлақ асқаныңыз жөн. Сіздермен бірге болған 100 жаса каналы, менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет, сауда саламат болыңыздар. Және де достар, каналыма тіркеліп қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын.